Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» шығармасынан үзінді ұсынамын. Ақсақал, көк сақалдар Молдабекке ізбайшаны қосқанда, кеудесінде жаны бар ғой. Қыздай қосылған өз байын қызғанғаны рас, ал бірақ Рысқұл қайнағасы үшінде қабырғасы қайысқан және рас. Рысқұлдың жолбарыс туып, оның інісі Молдабектің барақ болғаны күсәландырар. Ендігі осыдан Рысқұл зәуде қайта қалса, бұл сорлы не бетін айтады деп байы үшін де қайғымен қан жұтар. Мейлі қараңғы алғыр, оразбағым аман болсын, өлмеспін, ер жетсе соның етегінен ұстап күнелтермін деп өзін өзі жұбатқан. Сөйтіп сенген оразбақ бүгін әлде қалай бақ қонып, дәрежеге жетіп еді, аузым аққа енді тиген шығар деп, үкір кемпір Құдайға құлшылығын ұрып отырғанда, сол оразбақ әуелі өз жұрағатына қырғидай дейді. О, сорлы балам, лезде көзің шелденіп қалды ма? Көзіңді аш, оразбақ, деп күңіренді бүкір кемпір. Неге екені белгісіз, бұл елдің ақ жаулығы көбінесе қартайғанда белін жаза алмай, жала жабылған бәкідей бүктеліп қалады. Бала туғаннан деседі, оразбақты туамын деп бүкір болған-ау сонда мына кемпір. Қолыңды кімге көтердің, байғұс балам? Әруақ атып кетпесін, тілімді ал да қой балам. Бірге туған ұялас бауырыңнан, сәлік сары бабамнан кешірім сұрап жылап алам. Бұл кезде болыстың жігіттері Үсіптің жаман үйінің шаңын қағып жатқан. У-шу болып жайсыз хабар шыққан ана, дәу омар жан ұшырып, қатын баласын үйдің бұрыш-бұрышына қарауыл қойып, өзі мал тамның түкпіріндегі ескі ұраға 2 қап қызыл тарыны апыл-ғұпыл төге салып, бетін сабанмен жауып, үстін қимен бүркемелеп, түк білдірмей тым-тырыс отырған. Енді үйдің тінтісе тінте берсін деп, өз сақтығына, өз амалына бек риза болған дәу омар. Үсіптің үйінен тері сыпыраға ораған бір тостаған талқаннан басқа түк те табылмады. Жаман-жұман ескі құсқы көрпе төсек, жүні тықырланған бестек көнеде қалып, бұл күнде тозығы жетіп, бырт-бырт сына бастаған ораулы шым-ши бәрінің түте-түтесі шықты. Қанша ақтарса да, қанша тінтісе де, бір тостаған талқаннан басқа түк табылмады. Жалғыз бүтін көз тартар зат Үсіптің қызғылтым гүлді шап-шағын шаршы жайнамазы еді. Ал ана жайнамазды, деді оразбақ жасақ жігітке. Оны қайтесің? Ол жайнамаз ғой, деп қалтырады Үсік. Кедейлерге тек тамақ емес, киім де керек. Білдің бе? деп ежірейді оразбақ. Қолыңдағы киім емес, жайнамаз ма алғын? Жайнамаз болса ше, ең болмаса біреудің шылғауына жарайды. Несе? Жайнамаз шылғау болғанша, сен ұлтарақ болсайшы, шіріген ит. Айтқан, кедейлерге шылғау не керек, деп оразбақ шаң-шаңқ етіп мұрнын басып күлген болды. Сонда мына мен кіммін, деп Үсіп оразбақтың жағасына шапшыды. Қырбас ұстап қалды. Айт, кіммін мына мен? Сен Үсіп қалтырауық. Жоқ, мен баймын ба, кедеймін бе, соны айт. Сен әкім-әксің. Орталарыңнан оразбақ болыс болып шыққанда қуанып,
куәттәүдің өніне мәгән кәші көл көтеген әкімәксің, бәрің де әкімәксіңдер, есектің миын жегейсіңдер. Ореке, сабыр етіңіз, осы да жетер, енді басқа ауылға барайық, деп басу айтты қырбас хатшы. Сен кірбәс не деп тұрсың? Мен бұл әуелді түгел тінтпей тынбаймын, тура биде түген жоқ, біліп қой өшені. Оразбақ қоқиланып қалды. Апыр-ай, бұл істі осы ауылдан бастауды өзім үйретіп едім, енді өз ақылымнан тапқандай болып тұрғанын қарашы. Мынау сұмдық шығар, туған анасының зарлап жатқаны анау, оған бүлк етпейді. Мынау сұмдық шығар деп қырбастың өзі түңіле бастады. Ел тонауға келгенде алдына жан салмаған қырбас жырынды қайырымсыздық жөнінде мына оразбақпен салыстырғанда жіп есе алмастай болып шықты. О, шыққар көзім, мұны көріп қалай шығып кетпей тұрсың, деп ахат жалбыр қастың астына онсыз да көрінбей тартылған құдық түбіндегі бір қасық судай жылтыраған жанарын жұмып алып, өз маңдайын өзі тоқпақтады. Бұл сәлік сарының күлін кім суырмады, шаңырағын кім шайқалтпады? Дауылбай да, Саймасай да, Қоқан да, Николай да сілкіледі. Ал енді өз күшігім өзім асыраған, өзімнің сәлік сарымнан туған пұшық итім өзімді қапқанда, қауіп қана қоймай, бүкіл ауылдың өлі жүнін жұлып, шаңырағын түсіріп, оғын сындырып жатқанда, қалай ғана тірі отырмын, шыққыр көзім мұны көріп. Ахаттың сөзін естіп, апыр-ай, рас-ау деп жатқан жан жоқ. Әруақтың сүлдесіндей шал бұл арызды кімге айтып тұрғанын өзі де білмейді. Ал оразбақ тобы болса аз ауылдың шетінде тап берсе жалт берейін деп, едірейіп үркектеп оқшау тұрған Омар үйіне бет алды. Дәу Омар басқа сәлік сары сияқты оразбақты қарғап сілеп тілдеген жоқ. Басқалар сияқты қойын алдырып барып қорасын бекітіп тұрған бұл емес. Үйінен ештеме табылмайтынына сенімі бекем. Ал оразбақ, зекетің олайын, кел қарақ, үкіметтің ісі ғой, айыбы жоқ, қара. Бар болса өзім-ақ айтқызбай берер едім. Жоқ қой, жоқ. Ол қартайған, қайраты қайтқан жаман Омар әкеңде не болады, деп дәу Омар өкшеңдеп қорбиған денесін кішірейтіп көрсетуге тырысты. Иә, болатынын біз білеміз. Осы әулиеде шегі майлы сенсің. Шәсірәсің оразбақ, таппай қоймаймын, деп оразбақ дәу Омардың жалпаңдаған жағымпаздығына илікпей қойды. Жалаңдаған жасақ үйді тінтіп те шықты. Үсікті алып үйдің іші-сыртын түгел пішіреліктеп шығыңдар, деп бұйырды оразбақ. Қыстың күні майдан шөп суырған істік темірлер үйдің морып тұрған іргесін, тіреудің түбін, пештің түбін, ауыл үйді бұрыш-бұрышты түгел тескілеп шықты. Егер асық көмген ұра кез келсе, істік темір жерге күмп беріп кіріп кетер еді де, қармағына не сабан, не дән ілігері анық еді. Әзір дәнеңе де білінбей тұр. Сейдікті секірер демекші Омардың өзі бүлдірді. Қарап тұрмай,
айттым ғой деп қомпиды. Бар болса өзім-ақ беремін. Інәнің ақ жүрек бәлшебек бола қалуын-ай. Оразбақты түлен түртті. Әне мал қорасын айналасын ішін тегіс шәншкілеп шығыңдар. Бұл дәуде әстік болмауы мүмкін емес. Дәу омарда әстік болмаса, суда бәлік те болмайды, деп Оразбақ өз сөзіне өзі мәз боп күлгенде, пұшық мұрны жарылып бара жатқан соң тұмсығын алақанымен жаба қойды. Жұрттың бәрі тұнжыр тартып өлік шығарғандай түнеріп тұрған кезде тарқылдаған күлкі Әзірейілдің күлкісіндей естіледі екен. Тіпті екеш қырбас қысылғаннан маңдайынан суық тер бұрқ етті. Оразбақ мал қорашақты сілтегенде дәу омардың құйқасы шым-шым ете қалып, тұла бойы тітіркеніп, безгек болғандай қалшылдай бастады. Мұнымды оразбақтар сезіп қояды екен деп өзін-өзі бекем ұстамақ болып еді, сіңірлері тартылғандай сіресті де қалды. Екі көзі көкқасқа көлбақаның тостағанындай тасырайып тас төбесіне шығып бара жатты. Селдір-селеу мұрты селтиіп тікірейе берді. Бұл оразбақты мұндай боларын білгенімде, баяғыда бала күнінде оңашада алқымынан мыжып-мыжып өлтіре салатын едім ғой, деп өкінді дәу омар. Намаз оқымайтын, ораза ұстап ауыз бекітпейтін, Құдайға құлшылығы жоқ ордаңдау мінез дәу омар ішінен ал кеп, я Құдайлап Тәңірге де, әруақтарға да мың мәрте жалбыранып шықты. Омардың арызы Тәңірінің құлағына шалынып болғанша, мал қораның ішінен шаңқ еткен айқай шықты. Жерге сан рет шаншылып, соның етіп бос оралып жүрген істектің кемірінің қармағына арпаның сары сабаны ілесе шығыпты. Оразбақ жігіттері әлгі жерді қарпып қазып жіберіп, арғы жақтан екі қап тарыны суырып тартып алды. Дәу омар тостақ көзінен жас тарам-тарам болып Оразбақтың аяғына жығыла кетті. Өзіне адам тәуелді болғанына рахаттанып, ләззат дәмін сезген Оразбақты дәу омардың көз жасына қайта көңілі көркейіп, беліндегі қылышты қынабынан суырып алып тап бергенде, дәу омар одан мүлде күдер үзіп, енді Оразбақтың бүкір шешесіне кір кимешектің ұшын сүйіп, айналайын ұл туған, тоқтат мына балаңды, сенің ғана тіліңді алады, тыңдамаса емшегіңді көкке сал, естісін әруақтар, көрсін қу Құдайдан шыққыр көзі, деп етегіне оралды. Ұл туған онсыз да кірерге жердің жыртығын таппай аңырап тұрған. Менде Оразбақ деген бала жоқ, ондай баланы мен туған жоқпын, тусам ақ сүтім атсын, бездім деп үш қайталап, әжім аш бетіне тырнақ салып, орып жіберді. Кәрі адамның қай жағынан жетісіп табылғанын белгісіз шапшып ала жөнелді. Осының бәрін істеп отырған анау тұрар деп бажылдаған дәу омар көзін жұмып тұрып әйтеуір Ташкент жақты меңзеді. Естимісің ахат, естимісің Үсіп, баяғыдай менің әкем Рысқұлды жалғыз тастап қарайласпай қойған деп бізге істеген қысастығы тұрардың бұл. Ей ахат, сен емес пе едің соны Алматыдан алып қашып, бөлтірігін желкесінен тістелеп алып қашқан кәрі арландай меркеге әкеліп жеткізген. Енді міне Оразбақ
маңқаның қолымен от көсеп, артымызға істік темір піскілеп қойғаны. Бірақ та, деп дәу омар қолымен тертіреп, үш ұмтылып барып, жығылып жатқан жерінен ұшып тұрды. Бірақ та, бәлем, көр де тұр, омар да қарап қалмас, оп-оңай жан бермес. Омардың бұл уәдесінде едәуір қауіп жатқанын көңілі мас оразбақ елеген жоқ. Пісікшілікке 2-3 апта қалғанда ашаршылықтың обыр көмейіне ең алдымен өз туысқандарын лақтырып тастап, оразбақ келесі ауылға Кемербастау жаққа қарай бет алды. Оразбақ келе жатыр десе, жылауық бала жылағанын қоя қоятындай заман шарықтады. Бұл аз әулеттің берекесін баяғыда әкең Рысқұл шайқап еді, қалғанына сен қадалдың ба, тұрар, деп дәу омар қайта омалып отыра кеткен. Бар бітірген әрекеті қу тілі, тілінің уын айдаладағы тұрарға төкті келіп. Омармен айтысып, олай емес, былай деп жатуға ақат әбден қалжырап, сөз айтуға ауырсынып, мына дүниеге самарқау ғана сықсия қарап, енді не болса о болсын деп сансырап қалған. Ақыры дәу омардың ойбайы жүйкесін жүдеткен соң, әй омар, қойсайшы жарғыным, деп кеудесі сыр-сыр етіп, өз сөзі естілер-естілмес оразбақты айдап салған тұрар емес, өзіміз ғой, соны да білмей отырсың ба? Біз не жазыппыз ол ит маңқаға? Әне, сол маңқалығы оның айуан етіп жіберген. Мұрнына самал түсіп ауырғанда ағайын болып қол ұшын бермедік. Адам екен деп ілтифатқа алмадық. Бары жоғы бізге байқалмай келді. Әкесі Молдабекке ізбайшаны қосып, оразбақты шешесі ұлтуған екеуін айдалаға қалдырғандай болдық. Мұны ол өлгенше ұмытпайды. Мейлі, солай-ақ болсын, бізден бір білмеске кеткен екен, делік. Ал болыс сайлатып отырған кім? Айтуға аузың бармайды ғой. Өзің сүйікті тұрар болмаса, оразбақ шірік кімнің шікәрәсі? Кімге керек ол маңқа ит? Өзінің сәлік сарысынан кейін Кемербастауда жау тигендей шулатып, 2 арба құрама астық, 2 сауын сиыр, 4-5 қой ешкі айдап, кешке қарай оразбақ пен Қырбас Корниловкаға құлаған. Кешегі Жаскешу, бүгінгі Корчиловка көкіректің базарымен қосылас. Базарға жақын барғанда Қырбас қалады. Ореке, бүгінгі қарқын жаман емес. Жиналған астық пен малды қаптап, Шымкентке ертең жөнелтеміз. Біз де Құдайдың пендесі, үйіне бүгін бармай-ақ қой. Шешең ашулы шығар әлі. Кәрі құртаңнан сандырақ сөзін естіп, құлақ сасытқанша оңаша демалайық. Қазақ ауылының сөзі көп болады, Ореке. Оны менен жақсы білесіз. Орыс тамырларға барып шай-пай ішейік. Шошқаның етін беріп жүрмесін, пәле болып, деп шошыды оразбақ. Гришаның маржасы қазақтың шошқа жемейтінін біледі, деп қойды Қырбас ішінен. Мына ашаршылықта шошқа табылса, жерсім соғылып шық, деп қойды. Гриша бұларды жиен жұрты келгендей жүрегі жарыла қуанып қарсы алды. Бұрын зәуде Корниловкадан ілуде бір өткенде оразбақтың орыстың балалары тамағын көзіне түсіріп, құйрығына теуіп,
есегін тартып алып кезек-кезек мініп әбден әуре етіп әрең босатушы еді. Мына Гришаны көріп, орыстың да жақсылары болады екен ғой деп пайымдады оразбақ. Әрі десе Гриша: «О, Оразбақ, сене келіп болыс болған, якши деп арқасынан қаққанда оразбақтың төбесі көкке тірелгендей болды. Қырбас бір қап тарыға 3-4 шырт-пырт самогон алдырды. Бір қойды сойдырды. Оразбақ: «Бұл қалай?» деп еді. «Қам жемеңіз, бұл сіздің боз сайланған құрметіңізге. Документтің бәрін өзім оқтай қыламын» деп Қырбас сөзге келтірмеді. Сонымен орыс поселкесі қақ төрінде жаңа болыс түнімен той тойлаған. Оның әуелі самогон дәмін алғаны қызық болды. Қыштан жасалған кружкаға құйылған самогонды Гриша алдына қойғанда, оразбақ қолқаны атқан иісінен секем алып әрірек ысырып қойып еді. Қырбас пен Гришка екі жақтан ұлардай шуылдап қоя берді. Оның үстіне Гришканың ақ бауырсақтай келіншегі Марфа қосылды. Марфа жанына жақындап келіп, алдына ет араластырған картоп жарқоп қоя бергенде, оразбақтың сенік көзі Марфаның төсіне түсіп кетіп, сенік көзден бір шоқ жылт ете қалғандай болды. Шымшық көз шік көйлектің ойықша келген омырауынан ақ келіншектің екі емшегі екі шоқыдай едірейіп тырсылдап тұр екен. Оған қоса күйлеген сары байталдай ұрыншақ па қалай, бөксесімен бірер рет оразбаққа сүйкеніп өткен сияқты көрінді. Былқ етіп шынтағына бөксе тиген сайын оразбақтың тұла бойы ду-ду ете қалатынды шығарды. Бұрын бастан кешіп көрмеген бір қияли хал. Қырбас пен Гришканың көніңкіремей отыр еді. Марфа келіп: «Алыңыз болыс, сізді құттықтаймыз» деп мойнынан ақ білекпен құшақтағандай болып бір қолымен аузына кружканы тосқанда, оразбақтың берік дәті отқа тосқан бір қасық сары майдай еріп жүре берді. Осыдан өлсем өліп кетейін деп самогонды тартып-ақ жібергенде, әуелі дем жетпей тұншығып, екі көзі маңдайынан алысқа атылып кеткендей шарасынан аунап бара жатты. Марфа арқасынан қағып басқа кружкамен суық су жұтқызғанда барып жан шақырып, жап-жаңа костюмінің жеңімен көзінің жасын сүртіп, басын шайқап қойды. «Міне пәле, бозадан да ащы ма қалай?» деді. «Боза сөз болып па?» деді Қырбас күлді. «Үйбай-ай, ішімді өртеп кетті» деп оразбақ қолымен ішін басты. «Ештеңе етпейді, қазір жақсы болады» деп Қырбас пен Гриша күліп қояды. Оразбақ солардың күлкісіне жуанады. «Мен өліп қалатын болсам, бұлар күлмес еді ғой» деді. Әйтсе айтқандай, сәлден кейін тұла бойы балқып, құрыс-тұрысы жазылып, маңдайы тершіп, бір рахат әлемнің енгендей, кәдімгідей тіріліп, сөзге, күлкіге араласа бастады. Екінші кружкадан кейін оразбақ ауылдағы боза өлең есіне түсіп, әу деп Майлыкент болысының боза жорасын әу деп ән салмайтын, өз жанынан бір ауыз өлең шығармайтын адам болмайды. Оразбақ та сол өнерден құралақан емес екен. Марфаға көңілі қатты құлап, әуелгі өлеңін соған арнады. «Қарағым айналайын, айдай аппақ, қасыңнан кете алмаймын айнал жақтап,
Ашындай асқақтаған ақ төсіне бір жаман шыға ма екен тайғанақтап. Уай, о Марфа, бұл ән сізге арналған өлең деп қысыңқыраған қырбас абайламай айтып қалып еді. Марфа ал кеп жабысын, сөзін орысшалап бер деп. Қырбас орысшалап келе жатқанда аршындай асқақтаған ақ төсіне деп бір жаман шыға ма деп тайқақтап дегеніне қалай аударарын білмей қиналды. Дәл аударайын десе әлгі тайғанақтайтын жаман Гришка болмақ. Гришка оны білсе қып-қызыл жанжал шығайын деп тұр. Өйткені Гришка да ықылық атып қалған. Қырбас күмілжіген сайын Марфа оның одан бетер қадалды. Мен туралы бір жаман сөз айтқан ғой. Жоқ, олай емес, қайта оның жақсы теңеуін аударып таба алмай отырмын, деді Қырбас терлеп. Жарайды Марфа, сіздің денсаулығыңыз үшін, болыстың сізге арнаған жақсы өлеңі үшін деп Қырбас тағы бір-бірден айналдырды. Енді Гриша мен Марфа қосылып орысша мұңлы соңырасына созылмалы әнге басты. Марфа бір қолымен Гришканы, бір қолымен оразбақты құшақтап алаулаған жүзін екеуіне кезек-кезек бұрып әнді соза берді. Өмірі әйел баласы бүйтіп аймалап көрмеген оразбақ отқа қанатын қараған жынды көбелекке құсап өртеніп кете жаздады. Мұрнының пұшығын таңған ақ шүберектің қисайып кеткенін де ұмытып, Марфаға қарап, әукесі салбырап, Құдай ұрды да қалды. Әйелді өзі де құшақтап, оқырана бастады. Бағына қарай Гриша басы кеудесіне салбырап, қылжиып қалған екен. Оразбақтың сорақылығын сезген жоқ. Сезсе баланың басындай жұдырығымен бір ұрса, оразбақтың миы пұшық мұрнынан атып шығар еді. Қырбас та орындықтың бір жағына қисая бастапты. Оразбақ Марфаны именбей құшақтап, алқызыл жиедей бүртіп тұрған ерніне аузын тақай бергенде, оразбақ еденге тыраң ете қалды. Әулетті дүлей қатын екен. Бір бұлқынғандақ болысты өкшесімен ұшырып түсірді де есікті ашып ауызғы үйге атып шықты. Оны өзінше жақсылыққа жорыған оразбақ емектеп жүріп оның орнынан көтеріліп, мені оңаша шақырғаны ғой деп Марфаның соңынан ауыз үйге дәліректеп шықты. Тірнектеп жүріп қолын қияр тұздаған кеспекке тығып алды. Ашылып қалған сыртқы есіктен самал соғып, оразбақты аулаға шақырғандай аймалады. Оразбақ табалдырыққа сүрініп кетіп, басымен жер сүзе құлап түсіп, бойын әрең жиып алып қараса, жұлдыздар жымыңдап, ай толықсып тұр екен. Марфа, Марфа, деп оразбақ қырылдап. Марфа үн қатпады. Оразбақ дуалды сипалап, үйдің сыртқы іргесін жағалап жүріп келе жатып, алдыңғы ағараңдаған бірдеңені көзі шалды. Қуанып кетіп, жүрегі тарс-тұрс соқты. Мені күтіп жатқан Марфа болар, деп еңкейіп, қолымен сипалай беріп еді, былқ ете қалды. Қолды қаттырақ батырғанда, әлгі жатқан қарс етіп атып тұрып, шыңғырып жіберіп, тұқшыңдап тұра қашты. Құрметті достар, оқиғаның жалғасын менің келесі видеомда тыңдайтын боласыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап, лүпіл басып, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Сау болыңыздар.